Сәлеметсіздерме оқушылар? Екінші сыныпқа арналған цифрлық сауаттылық сабағына қош келдіңіздер. Бірінші бөлім компьютер мен программалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз денсаулығымызды сақтаймыз. Компьютердің қандай құрылғыларын білесіңдер? Бүгінгі сабағымызда цифрлық құрылғылармен, интернет желілерімен жұмыс істеу кезіндегі негізгі қауіпсіздік ережелерін, енгізу шығару құрылғыларын ажырата білесіңдер. Цифрлық құрылғылар дегеніміз не? Балалар, сендер үнемі смартфон, планшет, компьютер, цифрлық фотоаппарат, интербелсенді тақта сияқты құрылғылармен жұмыс істейсіңдер. Мұндай құрылғыларды цифрлық құрылғылар деп атайды. Цифрлық құрылғы ақпаратты алуға және өңдеуге арналған техникалық құрылғы. Төмендегі суретте цифрлық құрылғылар көрсетілген. Цифрлық құрылғыларды қолданудың қауіпсіздік ережелері. Құрылғыны үлкендердің бақылауымен қосып өшір. Цифрлық құрылғының үстіне ауыр заттар қойма. Цифрлық құрылғыларды өздігіңнен жөндеуге әрекеттенбе. Құрылғыларды орнықсыз, тегіс емес жерлерге қойма. Цифрлық құрылғыларды пайдалану кезінде үзіліс жаса. Құрылғыны қолдану кезінде өзіңді жайсыз сезінсең, құрылғымен жұмыс істеуді тоқтат. Құрылғы электр көзінен қуат алып тұрғанда немесе тоққа қосулы болса, оны қолданба. Қуаттандырғышты бос кезінде құрылғысыз тоқ көзіне қосулы күйінде қалдырма. Ойлан, сұрақтарға жауап бер. Бірінші тапсырма 30 секунд. Уақыт кетті. Компьютерде 0 немесе 1 цифрлары тізбегінен тұратын ақпарат. Цифрлық ақпарат. Жарайсың, балақай. Келесі тапсырма. Ойлануға 30 секунд. Цифрлық ақпаратты өңдеу құрылғылары. Цифрлық құрылғылар. Жарайсың, балақай. Ойлан, сұрақтарға жауап бер. Келесі тапсырма. Цифрлық құрылғыларды анықтап, олардың атауын жаз. Смартфон, принтер, планшет, пернетақта, дыбыс бағанасы, ноутбук. Үшінші тапсырма. Қауіпсіздік ережелердің дұрыс-бұрысын тап. Төртінші тапсырма. Суреттен не көріп тұрсың? Өз ойыңды жаз. Төртінші тапсырма. Ребусты шеш. Жауабы қандай цифрлық құрылғының атауы болады? Жауабы планшет. Жарайсың, балақай. Бесінші тапсырма. Суреттерге назар аудар. Олардың арасындағы айырмашылықты тап. Компьютердің құрылғыларының атауларын жаз. Қауіпсіздік техникасы ережелерін есіңе түсір. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар, балалар.